Начали. Армысыздар, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып суға шомылу маусымы азаматтардың қауіпсіздігі жөнінде болмақ. Ол үшін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдай министрлігі азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитетінің төрағасы Сыздықов Бауыржан Мәдиұлы сіздерге мағлұмат береді. Алдымен сіз қош келдіңіз, сөз сізге беріледі. Рахмет, қош көрдік. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, журналистер және әріптестер. Өздеріңізге белгілі, Қазақстанда 1 маусымнан бастап суға шомылу кезеңі басталады. Төтенше жағдайлар министрлігі мен орталық мемлекеттік органдармен және әкімдіктермен келісіліп, бірлесіп кешенді алдын алу жұмыстары атқарылуда. Судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері республикалық деңгейде ведомствоаралық төтенше жағдайлар комиссиясында, өңірлерде облыстық, аудандық, қалалық төтенше жағдайлардың алдын алу комиссияларында мәселе қаралып, бұл жерде нақты іс-шаралар бекітілді. Қазіргі таңда елімізде шомылуға рұқсат берілген 490 белгіленген орын бар. Оның ішінде 187-сі коммуналдық болатын болса, 287-сі жағажайлар және жеке жағажайлар. Және 16 орын бойынша нақты иелерін бекіту жұмыстары жалғасуда. Қазақстанда 50 мыңнан астам су айдындары болатын болса, министрліктің құтқару бөлімшелері мен солардың халық ең көп пайдаланатын 125-і бақыланады. Бұл жерлерде 490-нан астам құтқарушылар тәулік бойы кезекшілік қызметін атқарады. Ағымдағы жылы су айдындарын бақылауды ұлғайту және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында министрліктің қосымша 45 жылжымалы құтқару бекеттері жұмыс жасайтын болады. Бұдан басқа әкімдіктермен және су маңындағы демалыс орындарының иелерімен бірлесіп жедел құтқару жасақтарында даярлықтан өткен қоғамдық құтқарушылар күшімен 316 нысандық құтқару бекеттері жабдықталатын болады. Коммуналдық және жеке жағажайларда алғашқы медициналық көмек көрсету үшін 104 медициналық бекет жұмысты істеуге дайын. Коммуналдық жағажайларда қауіпсіз балалар жағажайларын, егер оны туралап айтатын болсақ, 5 жасқа дейінгі балаларға арналған шалшық сулар дайындалды. Онда құтқарушылар балаларға жүзу дағдыларын үйрететін болады. Республикамызда барлығы 265 орнықты стационарлық бассейн, 146 қаңқалы модульді бассейндер бар. Жыл басынан бері бұл бассейндерде 26650-ден астам бала жүзуге үйретілді. Азаматтардың суға кету қаупін төмендетудің тиімді әдістерінің тағы бірі бұл халықпен, әсіресе балалармен суда қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша ақпараттық профилактикалық жұмыс үздіксіз жүргізу болып табылады. Бұл ретте ағымдағы жылдың басынан бері бұқаралық ақпарат көздерінде 135 брифинг өткізілді. Радио және теледидарларда 4260-тан астам сөз söyленді. Газеттер мен журналдарда 580-нен астам мақала жарияланды. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде судағы қауіпсіздік ережелері бойынша 52 бейнеролик орналастырылып, күн сайын көрсетілуде. Халық арасында 122 мыңға жуық үнпарақтар, парақшалар, жадынамалар таратылды. Су айдындарында 2100-ден астам қауіпсіздік белгілері орнатылды. Халықтың судағы қауіпсіздік әдебін қалыптастыру мақсатында еліміздің оқу орындарында 1,5 миллион адамды қамтыған 850-ден астам интерактивті сабақтар жүргізілді. Және халықпен 3260-тан астам жиындар өткізіліп, барлығы 55 мыңнан астам адам қамтылды. Бұдан басқа Тугис картографиялық платформасында еліміздің барлық өңірлеріндегі су айдындарында шомылуға тыйым салынған және рұқсат етілген орындар туралы мәліметтер орналастырылған. Сондай-ақ суда адамдардың қаза болуына жол бермеудің негізгі тәсілдерінің бірі ол Төтенше жағдайлар министрлігі, Ішкі істер министрлігі мен әкімдіктер өкілдері және еріктілермен бірлесіп шомылуға тыйым салынған орындарда рейдтер мен патрульдеу жұмыстарын жүргізу болып табылады. Қазірдің өзінде 37 мыңға жуық адамды жұмылдырумен 17600-ден астам патрульдік және рейдтік іс-шаралар жүргізілді. Нәтижесінде 118 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Алдын алу жұмыстары аясында еліміздің су айдындарында атап өту керек, суға шомылу кезеңі басталмаса да 7 адам құтқарылды, оның ішінде 2 бала. Өздеріңіз куә болып отырғандай, су айдындарында азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында кешенді іс-шаралар мен үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Мынау бүгінгі біздің ұйымдастырып отырған брифинг, ол да осындай алдын алу жұмыстарының бір көрінісі деп айтсақ болады. Алайда орын алған қайғылы оқиғалар да жоқ емес. Өкінішке орай 13 мамырдағы жағдай бойынша судағы қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан адамдардың қаза болу фактілері тіркеліп отыр. Қаза болған 25 адам болатын болса, оның 3-еуі бала. Суға кетудің негізгі себептері: біріншісі, суға жазатайым құлау. 15 адам, оның ішінде 3 бала ересектердің қарауынсыз қалуы салдарынан болып отыр. Екінші, жеке құтқару құралдарынсыз балық аулау. 9 адам суға кетіп отыр. Үшіншісі, мас күйінде шомылу. 1 адам. Өздеріңізді, жақындарыңыздың және балаларыңыздың суға кетуін алдын алу үшін судағы қарапайым қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажет. Ол үшін бірінші, бейтаныс су көздерінде шомылмау. Шомылуға тыйым салынады, сүңгуге тыйым салынады, қауіпті деген белгілер орнатылған жерлерде шомылмау. Екінші, мас күйде шомылмау. Үшінші, шомылудың шекарасын айқындайтын белгілерден асып жүзбеу. Төртінші, шағын көлемді кемелерге және басқа да жүзу құралдарына жақындамау. Бесінші, тексерілмеген және жабдықталмаған жерлерде шомылмау, сүңгімеу. Алтыншы, жүзуге арналмаған заттармен жүзбеу. Жетінші, қайықтардан, катерлерден, айлақтардан, жартастардан, қойтастардан, парапеттерден, қоршаулардан және басқа заттардан, сондай осы мақсаттарға бейімделмеген құрылыстардан суға секірмеу. Сегізінші, ең бастысы, балаларды су қоймаларының жанында қараусыз қалдырмау және ересектердің қарауынсыз шомылуға жол бермеу. Әлбетте, балаңызды жүзуге үйрету мен қауіпсіз жүріп тұру дағдыларына баулу. Осы қарапайым ережелерді сақтау сіздің және жақын адамдарыңыздың өмірі мен денсаулығын сақтаудың кепілі деп айтуға болады. Ескерте кететін жағдай, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің баптары бойынша тыйым салынған жерлерде шомылуға, сондай-ақ шағын кемелермен және басқа да жүзу құралдарымен тыйым салынған орындарда жүзуге әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын естеріңізге салып өтеміз. Назарларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Жақсы, рахмет. Енді профилактикалық мақсатта қазір шағын бейне роликті көріп алайық, одан кейін сұрақ-жауап бөліміне көшейік. Жазда адамдардың басым көпшілігі көлде, өзенде, тоғанда шомылады. Судың деңгейіне қарамастан судағы қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Тыйым салынған жерлерде шомылмаңыз. Белгісіз тереңдікке секіруге болмайды. Қоршау белгілері мен бұйылардан тысқары аумаққа шықпаңыз. Мас күйде суға түсуге болмайды. Моторлы қайықтар мен катерлерге жақын жерде жүзуге болмайды. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Естеріңізде сақтаңыздар. Су айдындарында қауіпсіздік шараларын сақтамау қайғылы жағдайға ұшыратуы мүмкін. Жақсы, рахмет. Біздің студиямызда Хабар 24 телеарнасынан әріптестер отыр. Сұрақтарыңыз бар ма? Бақыт Топтаева. Әріптесімізден бір сұрақ түскен екен, соны оқи кетейін, мүмкін болса қазақша орысша жауап берсе. Волонтерское спасательное движение «Лидер КЗ» заявляет, что по всей Акмолинской области в случае чрезвычайных ситуаций патрулирует всего лишь одна машина для поиска утонувших. Так ли это? Сколько на балансе в области всего машин? Это первый вопрос. Второй. Есть ли у спасателей регламент, сколько они должны искать утопленника до тех пор, пока не найдут? Или есть ли лимит по времени? Хорошо, хороший вопрос. Первая часть вопроса, то, что волонтерские организации задают вопрос, да? Здесь получается у нас в каждом районе, каждой области есть у нас подразделение. Управления или же отделы по чрезвычайным ситуациям. И во всех этих подразделениях есть у нас служебные автомашины, которые оснащены
средствами спасения и защиты самих сотрудников и при необходимости оказания помощи терпящим бедствия. Поэтому сейчас то, что вот лидер КЗ говорит, это, наверное, они имеют в виду только автомашину, которая на балансе состоит оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области. То есть таких оперативно-спасательных отрядов у нас в каждом регионе, в каждой области есть. И сразу хочу сказать, что это там не одна машина, их несколько, минимум от 3 до 5 машин в каждом оперативном отряде есть. Поэтому я думаю, что надо будет с ДЧС Акмолинской области этот вопрос им уточниться. Второй, какой сказали вопрос по... Жалпы бір облыста неше патрульдік сондай жасақ болады? Қазіргі таңда, қазақша ма? Қазіргі таңда біз жаңа неде баяндамада айтып өттік, 45 сондай жасақ бізде мобильді деп айтамыз, жылжымалы сондай 45 Қазақстан бойынша жасақтар жасақталады. Олар жаңағы адамдар көп шоғырланатын және көп пайдаланатын су көздерінде жүріп, патрульдеу және рейдтеу жүргізіп отырады. Одан басқа қазіргі таңда біз және мен айтып өттім, бізде жыл сайын Төтенше жағдайлар министрлігінің әр облыстарындағы департаменттердің құрамындағы жедел құтқару отрядтарының негізінде сол жерде ерікті құтқарушылар үйретуден сабақтан өткізіледі. Бүгінгі таңда олардың саны тек қана биыл оқылғанның саны 800-ге жетіп қалды. Олармен де жұмыс істелінетін болады. Сосын жаңағы өзіңіз айтқан еріктілер, әрине олар да міндетті түрде тартылатын болады. Бүгінгі таңда айту керек, біз еріктілермен жақсы қоян-қолтық жұмыс істеп жатырмыз. Мынау мінберді пайдалана отырып, ол кісілерге осы мынау азаматтық өздерінің қағидаттарын ұстап, тегін бізбен бірге жұмыс жасап, сол адамдардың, біздің азаматтарымыздың, оның ішінде балдарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуде атқарып жатқан қызметтеріне үлкен рахметімізді айтамыз. Бірінші сұрақ бойынша тағы бір нақтылайтын мәселе, дәл осы 45 жасақ дедіңіз, бүкіл ел бойынша, иә? Жеткілікті деп ойлайсыз ба? Әрине, ол жеткіліксіз. Және де біз айтып өттік, бізде Қазақстанда 50 мыңнан астам егер су көздері болатын болса, солардың бүгінгі таңда біз 125-128-інде ғана осындай рейдтік жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Неге? Себебі және айтып өттім, адамдар көп шоғырланатын және көп пайдаланатын жерлерде. Әрине, 50 мың су көзіне біз бүкіл Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушыларын қойып қоя алмаймыз. Неге? Себебі егер сіз ойланып қарасаңыз, бүкіл Төтенше жағдайлар министрлігінің жеке құрамын бәрін алып қосқанда 30 мыңға жетпейді. Сондықтан бұл жерде ең бірінші, әрине халықтың арасында осындай халықаралық жұмыстары, сосын біздің ересектеріміз, әсіресе ата-аналар өздерінің балаларына түсіндіріп айту керек. Жаңағы айтқан біздің атап өткен қарапайым қауіпсіздік қағидаларына назар аудару керек. Сосын әрине баланы кішкентайынан бастап жүзуге үйрету керек, суда өзін қалай ұстап тұруын үйрету керек. Рахмет. Енді рұқсат болса, екінші сұрағын қайталап есіңізге сала кетсем, орысша, есть ли у спасателей регламент, сколько они должны искать утопленника до тех пор, пока не найдут, или есть лимит по времени? Да. Это уже вторая часть вашего вопроса. Да, есть у нас утвержденный регламент приказом министра. Там у нас получается первые трое суток, это называется активный поиск. Если за эти 3 суток мы не нашли, то 7 суток еще продолжается у нас пассивный поиск. Потом уже после этих 10 суток идет еще наблюдение. Поэтому это все прописано, конкретный регламент есть, и наши спасатели на сегодняшний день по этому регламенту работают. На казахском госязыке надо повторять? Можно уточнить на русском, потом можно будет на казахском полностью тоже ответить. Получается, сутки это 24 часа непрерывно поиск ведется, или все же, если, допустим, вызов поступил на другом водоеме, одна патрулирующая машина может уехать туда? Очень хороший вопрос, очень уточняющий хороший вопрос, спасибо вам. Да, согласно регламенту, руководитель поисковой группы, который на месте эту работу организовывает, в зависимости от риска и опасности принимает решение, особенно о продолжении работы в ночное время суток. Если будет там видимость нулевая, конечно, там будет прерываться работа и будет продолжаться уже в световой части дня.
Я смог ответить на ваш вопрос? Егер мемлекеттік тілде болатын болса, әрине біздің төтенше жағдайлар министрлігінің министрдің бекіткен бұйрығымен бекітілген регламент бар. Ол регламент бойынша іздеу жұмыстары бірінші 3 тәулікте ол жедел жұмыстар болып аталады. Ол жерде 3 тәулік бойы жұмыс жүреді. Одан кейін егер табылмай жататын болса, келесі 7 тәулікте пассивті түрдегі іздеу жұмыстары болады. Егер ол 10 тәулікте де табылмай жатса, ары қарап оны тағы да байқау, көзбен қарау деген сияқты сондай жұмыстар жалғасатын болады. Сосын жаңағы сіздің айтқан тәптіштеп турлап айта кететін мәселе, бұл жерде сол жаңағы іздестіру, құтқару жұмыстарын басқарып отырған басшы түнгі уақытта, қараңғы уақытта іздестіру жұмыстарын жалғастыру немесе оны тоқтата тұру бойынша сол жерде шешім қабылдайды. Неге? Себебі түнгі уақытта біздің өзіміздің құтқарушыларымызға, сүңгуірлерімізге де төнетін қауіп болуы мүмкін. Сондықтан ол жерде жағдайға байланысты шешім қабылданып, ары қарап жұмыс жалғасатын болады. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Менде мынандай сұрақ, жалпы мынау суда қайғылы оқиғаға ұшырайтындар көбінесе ересек адамдар ма, әлде балалар арасында жиі кездесе ме? Статистика қандай? Жақсы сұрақ. Біз ең болмаса жаңағы соңғы 2 жылдың статистикасына қарайтын болсақ, бұл жерде біз айтуымыз керек, 2020-21 жылдары Қазақстан бойынша 857 адам суға кетіп отыр. Соның ішінде 248-і бала. Егер оны пайызға шығатын болсақ, 25-30% шамасы. Сондықтан бұл жерде біздің айтатын нәрсеміз, біз тек қана балалармен халыққа қарату жұмысын жүргізбеуіміз керек. Бұл жерде біздің ересектеріміздің де есіне сала өтетін жағдайлар бар. Жаңағы біздің айтып өткен қарапайым қауіпсіздік қағидаларының қарасаңыздар, сол жерде жазылып отыр. Мысалы, бізде өкінішке орай ересек адамдарымыз қайықпен жүзгенде немесе балық аулағанда өзінің және қауіпсіздігі үшін құтқару күртешелерін кимей шығады. Міне қазір мен жаңа айтып отырмын, соның бүгінгі таңда жаңағы біздің осы жылдың басынан бері кеткен 25 адамға қарайтын болсақ, соның ішіндегі 9-ы сол күртешелерді, құтқару күртешелерін кимеудің салдарынан болып отыр. Қарапайымда. Ал енді балаларға келетін болсақ, жаңа біз айтып отырмыз 30% деп, әрине ең бірінші баланың қауіпсіз жүріп тұру дағдысын біз қалыптастыруымыз керек. Ол тек қана судағы жүріп тұру емес, басқа да қауіпсіз жүріп тұру дағдылар. Ол көшені қалай жолда жүру керек, өрт болмас үшін не істеу керек деген сияқты. Сонда енді бұл жерде ең бірінші біз егер бүгінгі тақырыбымыз суда қауіпсіз болатын болса, ата-аналарға айтатын нәрсеміз, және біз айттық, 26 мыңнан астам баланы ол әкімдік тарапынан, біздің министрлік тарапынан, жаңағы еріктілер тарапынан біз жүзуге үйретіп отырсақ, енді бұл жерде біздің ата-аналарымыз да осыған күш салу керек. Әрбір ата-ана өзінің баласының жүзе білуіне, жүзуді үйренуіне назар аудару керек. Сосын міндетті түрде, егер ол ата-ана өзімен бірге баланы демалуға алып шығатын болса, су көздерінің жанында баланы қараусыз қалдырмау керек. Өкінішке орай, жаңағы біз айтқан, егер жылдың басынан бері суға жазатайым құлау жағдайының 15 адам деп отырсақ, соның ішіндегі 3 бала қараусыз қалу салдарынан болып отыр. Сондықтан бұл жерде баланы қараусыз қалдырмау керек. Сосын балаға түсіндірме жұмыстарын тек қана мектепте емес, балабақшада емес, немесе оқу орындарында емес, үйде де айтылатын нәрсе болу керек. Сол үшін тағы да біздің ересектерімізге, ата-аналарымызға ойына салатын және ұсынатын нәрсеміз, дәл бүгін кешке үйге келгеннен кейін өздеріңіздің қолдарыңыздағы смарт телефондарыңызды ең болмаса бір жарты сағатқа алыстау жерге қойып, балаңызды шақырып алып, қарсы отырғызып қойып, балам, сен суда қауіпсіздік бойынша не білесің? Кәні айтып берші маған деп. Білсе мақтап, білмесе айтып, түсіндіріп, тағы да есіне бір сап қойса, онда мен ойлаймын, нұр үстіне нұр болар еді деп. Рахмет. Жақсы, рахмет. Жалпы мынау тыйым салынатын жерлерде шомылу ережесін бұзғандарға әрине айыппұл көзделген, бірақ дегенмен заңды елеп ескермейтіндер үшін қандай да бір жаза қолданыла ма?
Өте жақсы сұрақ, Әйгерім. Бүгінгі таңда бізде әкімшілік құқық бұзу бойынша кодекстің бірнеше баптарын біз оған пайдалануымызға болады. Енді біз бұл жерде ең бірінші айтатынымыз, біздің азаматтарымызға қолданатын ол жерде бап, ол 364-ші бабы. Ол жерде жаңағы шомылуға болмайтын жерлерде шомылатын болса, сосын жаңағы үстіне құтқару күртешелерін кимей жүзу құралдарын қолданатын болса, немесе балық аулайтын болса, оларға 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бүгінгі таңда айыппұл салынады. Ол бүгінгі таңда 6126 теңгені құрап отыр. Тағы да айтатын нәрсе, бұл жерде тағы да басқа баптар бар. Ол баптардың қатысы, мысалы, ішкі істер органдарының салатын бабы келесі, ол 440-шы бап. Ол жерде көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарда адамның қадір қасиетін және қоғамдық имандықты қорлайтын масаң күйде келу. Ол жаңағы біздің жағажайларымызда болып жатқан жағдай болса, ол жерде де 5 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Келесі, ол 412-ші бап, бұл жаңағы осы біздің азаматтарымызға қызмет көрсетіп жатқан жағажай орындары, сол жағажай орындарының иелеріне салынатын айыппұл. Бұл жерде де жаңағы бізде егер кішігірім заңбұзушылықтар болатын болса, жеке тұлғаға 7 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Одан шағын кәсіпкерлік болатын болса, 10 айлық есептік көрсеткішке дейін болады. Орта кәсіп болатын болса, 20 айлық есептік көрсеткіш, және ірі кәсіп орындары болатын болса, оған 60 айлық есептік көрсеткішке дейін осындай айыппұлдар салынуы мүмкін. Тағы да айтатын нәрсе, бұл жерде бізде өздеріңіз білесіздер, мынау индустриялық инновациялық даму министрлігінің құрамында көлік бақылау комитеті бар. Олардың да құзырында осы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 582-ші бабы бар. Ол жерде ол бап жаңағы адамдардың қайықтарды, кемелерді талапқа сәйкес емес қолдануы, сосын ол жерде жүзген кезде жаңағы үстінегі кимеген күртешелері болмайтын болса, сол кезде де айыппұлдар салынатын сондай мүмкіндіктері бар. Рахмет. Суға шомылу маусымы азаматтардың қауіпсіздігі жөнінде бізге барынша мағлұмат берген спикеріміз Қазақстан Республикасы Төтенше жағдай министрлігі азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитетінің төрағасы Сыздықов Бауыржан Мәдиұлы болатын. Уақыт бөліп келгеніңіз үшін рахмет. Әріптестер, сіздерге назарларыңызға рахмет. Сіздерге де рахмет. Рахмет. Сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар.